Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай дәмі тіл үйірер классикалық чизкейк дайындаймыз. Чизкейкті дайындау үшін бізге алдымен печенье қажет. Мен осындай құрғақ алма печеньесін пайдаландым. Шамамен 1,5-2 стакандай печеньені бірнеше бөліктерге бөліп, блендерге салып ұсақтаймыз. Ертілген сары майымызды қосып, блендерде тағы да араластырамыз. Блендерде ұсақталған печеньені түбіне және жан-жағына май жағылған формаға салып, видеода көрсетілгендей тығыздап басамыз, шеткі жақтарын сәл көтереміз. Печеньені тығыздап, тегістеп салып болғаннан кейін, осы форманы қызып тұрған пешке 180 градуста 10-15 минуттай ұстаймыз. Мінекей, чизкейктің негізі дайын болды. Енді салмасын дайындау үшін өзімізге ыңғайлы бір ыдысқа крем-чизді саламыз. Крем-чизді бірнеше минут миксермен араластырамыз. Дайындап қойған қантты салып, тағы да араластырамыз. Жұмыртқаны видеода көрсетілгендей бір-бірден салып, миксермен араластырып тұрамыз. Енді дайындап қойған қаймағымызды осы массаға қосып, тағы да араластырамыз. Мінекей барлығы дайын. Енді осы сұйық салманы алдын ала дайындап қойған формамызға құямыз. Міндетті түрде осылай бетін әдемілеп тегістеп шығыңыз. Енді формамыздың сыртын фольгамен ораймыз. Себебі чизкейкті пісірген кезде оған су құйып, оның буында пеште пісіреміз. Фольга бізге чизкейкті судан қорғау үшін қажет болады. Мінекей, енді чизкейкті пешке салып, ыстық қайнаған суды видеода көрсетілгенде құямыз. Осылай 180 градуста 1 сағат піседі. Мінекей, осындай әдемі чизкейк дайын болды. Енді оны формадан суытып алып, ыдысқа саламыз. Бірінші пісіргеннен ақ өте дәмді болып шығатын осы рецептпен міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видео ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыз. Көріскенше!